Сәлем достар, бүгін сіздерге баклажан мен кабачоктан дайындалатын осындай рулетті дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге керек баклажан мен кабачокты жуып, және де екі жағын кесіп алып тастаймыз, керек емес жағын. Сосын дәл осы видеодағыдай тура баластар, осындай жіңішке болу керек, жұқа болу керек. Соны алып, тұздап қойып қоямыз. Сосын бір тарелкаға панировочный сухарикімізді дайындаймыз. Біреусіне бір жұмыртқа. Сіздерде егер көп болатын болса, онда 2 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Менде аз ғана жасадым, аз мөлшерде. Егер сіздер қонаққа жасайтын болсаңыздар, онда 2 жұмыртқамен жасайсыздар. Осылайынан жұмыртқаға бір жағын аунатамыз да, жақсылап тұрып панировочный сухарикіге бір жағын аунатып, аунатқан жағымен қызып тұрған майға саламыз осылай. Осыны қызарғанша қуырып аласыздар, сосын келесі бетіне аударып, оны да қызарғанша ұстайсыздар. Келесі кезекте біз помидор ішіне салатын. Помидорды осындай қылып турап аламыз. Бірінші өздеріңізге қажетті мөлшерде турап аласыздар. Сосын соусын жасайтын боламыз. Соусты қыздар сметанамен жасауға да болады. Әркім әртүрлі жасайды. Бірақ мен майонезбен жасадым. Осылай керегінше майонезді алып, чесноктың 1 зубчигін қостым. Осындай өткіштен өткізіп алып, соус дайындадық. Және де жаңағы іш жағына, баклажанның іш жағына соусымызды жағамызды салатный листья әдемі болып көрініп тұру үшін және помидорымызды салдық. Міне осындай рулет болып шығады. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Қазіргі хит салаттардың бірі. Бұл салатты даже мастер-класстарда сатып атады. Қараңыздар, қандай күшті болып шығады, қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Менде үйде осындай бальзамический соус бар. Осы соуспен осылайынан әдемі қылып жасап қоямын. Қонақ келгенде өте күшті желінетін салат. Ас болсын.